Ертеде бір орман ішінде ешкі мен оның 7 лағы тұратын шағын үй болды. Балаларым, мен орманға барамын. Есікті ешкімге ашпаңдар. Балаларым, абай болыңдар, жақсы жүріңдер, қасқырдан сақтаныңдар. Анау үйде дәмді бірдеңе бар сияқты. Кім бар? Мен қонақпын. Ашыңдаршы есікті. Кім болды екен? Осындай уақытта кім есік қағады? Қулақтар. Олар оңай алданбайды екен. Мен енді дауысымды өзгертейін. Егер мен бал жесем, дауысым өзгереді. Сол кезде мен оларды оңай алдаймын. Балаларым, мен келдім. Есікті ашыңдар. Орманнан дәмді нәрселер әкелдім сендерге. Бұл кім болды екен? Осындай уақытта кім есік қағады? Шешеміз әдетте бұлай қақпайды ғой. Тыңдаңдар. Мені кіргізіңдер. Әйтпесе есікті сындырамын. Қасқыр келді. Мама, бізді алып кетші. Енді сендер менің кешкі асым боласыңдар. Болды. Бәрін ұстадым. Енді тыныш кете аламын. Жақсы. Енді кешкі асқа не дайындаймын деп бас қатырмайтын сияқтымын. Ботақандарым, мен сендерді қатты сағындым. Көп тамақ әкелдім. Есік ашық қой. Не болып қалды? Ботақандарым қайда? Алламай, не болған мұнда? Ботақандарым, қайда кеттіңдер? Анашым, мен осындамын. Қатты қорқтым. Сен амансың ба, Ботақаным? Ағаларың қайда? Балаларым, қайдасыңдар? Кішкентайларым, жауап беріңдерші. Балаларым, мені естіп тұрсыңдар ма? Қайдасыңдар? Құдайым-ау, балаларымды аман ете көр. Қайдан іздеймін енді? Құдай-ай, мені балаларым шақырғандай. Дауыстары ана жақтан шыққан сияқты. Алла, бұл не болып жатыр? Менің балаларым. Мен оларды құтқарамын. Қазір бір амалын табамын. Қорықпаңдар, балаларым. Мен сендерді құтқарамын. Маған сеніңдер. Тек үндемеңдер, жарайды ма? Қазір мен сендерді құтқарамын. Аз ғана қалды. Тек шыдаңдар, балаларым. Балаларымнан аулақ бол, жек сұрын.
қашыңдар ботақандарым, мен сендерді қуып жетемін. Анашым қайда? Біз енді не істейміз? Тыныш болыңдар, қазір ол бізді таба алмайды. Балаларым, құлыншақтарым, қасқырдан құтылдық. Енді ол қайтып келмейді деп үміттенемін. Ақырында үйімізге аман есен оралдық. Бәрі артта қалды. Қорықпаңдар балаларым, енді бәрі жақсы болады. Бәрі артта қалды. Енді тек тыныштық пен бақыт. Бірге болсақ, кез келген қиындықты жеңеміз. Балаларым, өмірде ең маңыздысы бір-бірімізге қамқор болу. Енді мен сендерді ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Біздің ең үлкен байлығымыз бірлігіміз. Сендер ақылды, мейірімді болыңдар. Қысқы түн, дала ұйқыда, ақ ұлпа қар ауылды ақырын басып жатыр. Ауыл артта қалды. Енді тек ен дала табиғаттың өз үні естіледі. Боран алдындағы тыныш түн. Қасқыр ана жүрегімен сезіп тұр. Дәл осы жерде өмір басталмақ. Жаңа өмір келді. Кішкентай, дірілдеген бөлтірік. Сол сәттен бастап ол көксерек деп аталды. Түн тыныш. Қасқыр ана мен бөлтірік бір-бірінің жылуын алғаш рет сезінді. Ана мен бөлтірік бірге. Дала үнсіз, түн тыныш. Бірақ бұл тыныштықтың қашанға дейін созылары белгісіз. Қасқыр ана азық іздеуге жолға шықты. Бар ойы бөлтірігінде, бірақ азық керек. Амал қанша? Тамақ табу керек. Балам мені күтуде. Бірақ қайда барсам үнсіз дала. Адам иісі. Жақындап келе ме? Азық іздеген ана. Бірақ байқаусызда адам ізіне жақындап келеді. Адам даусы естілді. Қасқыр селт етіп қашып кетті. Қауіп тым жақын еді. Қасқыр қашып келеді. Даланың желі оны құшақтап, жасыруға тырысуда. Ана шайқас үстінде, қорғануға тырысуда, бірақ қатты жарақаттанып қалады. Жара терең, бірақ жанға ауыр. Ол ұлы үшін алға жүруде. Ол ауыр жараланған. Бірақ жалғыз арманы баласының тірі болғаны. Көксерек оянды. Анасы жоқ. Тыныштық тым ұзақ болып кетті. Үндер жақындап келеді. Бөлтірік демін ішіне тартты. Не боларын білмейді. Бала қолын созды. Бөлтірік шошынған жоқ. Бір сәт тыныштық орнады. Ата, апа, бұл бөлтірік. Жетім қалыпты. Мен оны ауылға алып кетсем болады ма?
Бұл сенің таңдауың, балам. Бірақ есіңде сақта, бұл бөлтірік даланың аңы. Қасқыр ұясына оралды, бірақ баласының иісі баяғыда өшкен. Ана жүрегі енді үнсіз қалды. Ол кетті. Көксерек енді жалғыз. Бірақ дала оның жүрегінде мәңгі сақталады. Баласынан айырылған ананың үнсіз мұңы. Қош бол, балам, сені аман алып қала алмадым. Ауыл алда. Бірақ екеуі үшін бәрі енді басталады. Үнсіз тұрып қалды. Алда үй, артта дала. Кішкентай ғана ыдыс. Бірақ ішінде мейірім, сенім осылай басталады. Алғашқы серуен. Екеуі соңдай бақытты, әрі алаңсыз. Бұл саз даланың жүрек соғысы. Құрмаш пен көксеректің бейғамсыз сәттері. Мен мұндамын, көксерек. Таптың ба? Сен нағыз аңшысың. Кейде ең терең достық үнсіз жұлдыздарға қараудан басталады. Бұл ұлу табиғатпен байланыс. Бұл көксеректің ішкі үні. Жылы оттың қасында жатса да, кейде анасының құшағындағы уақытты аңсайды. Анашым, иісің мені әлі шақырады. Қайдасың? Кәне, жарсайық, көксерек. Қарай көр, сен енді нағыз қасқырсың. Сен өстің, бөлтірігім. Бірақ менің жүрегімде сол баяғы кішкентай қасқырсың. Бәрі өзгере бастады. Ауа басқа, иіс басқа, жүрек тыныш емес. Бір күні түнде ауылға қасқырлар шабуылдады. Иттер үріп, адамдар оянып далаға жүгірді. Қасқырлар келді. Ауылдың қойларына тап беру бар мақсаттары. Көксерек бұрыннан бері мазалап жүрген сұрақтарына жауап алуда. Мен неге мұнда тұрмын? Әне, даланың даусы. Мен кіммін? Осы қасқырлардың ішінде өзін көргендей болды. Бұл енді мен білетін көксерек емес. Неге сонша ашулы? Сен бұрын менің жанымда жүретін едің. Енді сен өзіңнің жолыңдасың, я? Құрмаш ештеңе айтпады. Бірақ іштей білді. Көксерек жақында өз жолын табады. Мен өзгере бастадым. Бұл менің қалағаным емес. Мен бұл ауылды, бұл баланы жақсы көремін. Бірақ мен дала жануарымын. Ең қорқыныштысы мен Құрмашты ренжітіп қоюым мүмкін. Мен енді кетуім керек. Солай болғаны дұрыс. Сен мәңгі менің есімде қаласың. Еркіндік кейде қоштасудан басталады. Бір күні мен сені тағы көремін.
мүмкін түсімде, мүмкін даланың желінде. Сен менің жүрегімдесің. Сен енді жоқсың. Бірақ мен әрдайым сеніменмін. Кейде нағыз достық жіберу деген сөз. Егер саған біздің ертегі ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазыл. Ертеде. Баяғыда мақта қыз бен оның кішкентай мысығы өмір сүріпті. Міне, көктем келді. Күн жылынды, гүлдер ашылды. Ауылда бәрі ояна бастады. Ал мысық болса, нағыз бұзық. Ойнап жүр, бәрін төңкеріп тастады. Екеуі де бір үйде, бірақ әрқайсысы өз тіршілігімен. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, жерден бір мейіз тауып алады. О, бұл мейіз бе? Бұл қайдан келді екен? Мысығым, қайдасың? Бері кел, мен керемет нәрсе таптым. Келмесең келме, онда өзім жей саламын. Неге шақырдың? Айтпаймын. Айтшы енді, неге шақырдың? Жоқ, айтпаймын. Онда мен қатығыңды төгем. Ал мен онда сенің құйрығыңды кесіп аламын. Мысық ренжіп, әдейі қатықты төгіп жіберді. Сөйтіп, мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алды. Құйрығым жоқ. Мына түріммен енді ешкім менімен ойнамайды. Маған құйрығымды қайтар? Онда сен маған қатығымды қайтар. Мен дұрыс істемедім. Бірақ бәрін түзетуге тырысамын. Құйрығымды қайтару үшін бәрін жасаймын. Не істесем екен? Сиырға баруым керек. Ол маған бәлкім қатық берер. Сиыр, маған қатық берші. Арным аш, маған жапыраға келсең қатық берем. Енді сиырға жапырақ табу керек. Әйтпесе қатық бермейді. Құйрығымды қайта алу үшін бәріне дайынмын. Жапырақ қайдан табам? Ағаштан сұрасам, міндетті түрде береді. Ағаш, маған жапырақ берші. Ол үшін мен қатық аламын. Жарайды, бірақ сен маған алдымен су әкел. Ой, енді су табу керек болды ғой? Кімнен сұрасам екен? Өзен апа, сен маған су бере аласың ба? Жақсы, бірақ маған құмыра әкел, сонда су аласың. Құмыраны қайдан табам? Қай үйде құмыра болуы мүмкін екен? Құмыра болмаса, су да жоқ. Онда шебер ұстаға барып, құмыра сұраймын. Ата, маған бір құмыра бере аласыз ба? Маған су керек, ал өзімде құмыра жоқ. Құмыра ма? Берейін. Құмыраны бере аламын. Бірақ сен маған үйді тазалауға көмектесуің керек.
Жарайсың, кішкентай мысық. Міне, уәде еткен құмыраң. Міне, сен сұраған құмыра. Енді маған су берші, өтінемін. Міне, мен сенің құмыраңды толтырып бердім. Жолың болсын, кішкентай дос. Рахмет, өзен. Енді мағашқа баруым керек. Ол маған жапырақ береді. Ағаш, міне, саған су әкелдім. Енді маған жапырақ бере аласың ба? Рахмет, кішкентай досым. Сен маған өте жақсы көмектестің. Міне, жапырақтар. Міне, сиыр, жапырақтарың. Енді маған қатық берші, өтінем. Рахмет саған, мысық. Міне қатығың. Тек бәрі жақсы өтсе екен. Тек мақтағыз мені кешірсе екен. Құйрығымды қайта берсе екен. Мақта қыз, кешірші мені. Міне, сенің қатығың. Жақсы, татуласайық. Кешірім сұрау мен кешіру шынайы батырлық. Достық деген уақытында бір-бірін кешіре білу, бір-біріне мейірімді болу, адал болу. Кішкентай көрермен, саған кеңес. Ата-анаңды, достарыңды, туыстарыңды сыйлап жүр.